Баршаңызға сәлем. Қымбат миксерді қажет етпесе де көлемін 2 есе үлкейтетін бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша, осы тәсіл бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өз ойларыңыздан шығатын болады. Менде бұл жерде 3 қабатты торт заказ алған болатынмын. Бірінші формамыз 22 сантиметрлік, ал екінші формам 18 сантиметрлік. Кішкентай форма болмағаннан кейін мен үйдегі бар ыдысымды қолдана салдым. Ең бастысы бұл жерде фольганы жан-жағына теста ағып кетпеу үшін жан-жағына жақсылап жабыстырып қоямыз. Осылай. Ең алдымен осылай ыдысымызды дайындап аламыз. Яғни біз жаңа тестасын дайындап алған кезде ыдысымыз дайын болып тұру керек. Өйткені теста дайындап болғаннан кейін ол ұзақ тұрып қалса да бисквитіміз отырып қалады. Сол үшін алдын ала ыдысын дайындап қойыңыздар. Бұл жерде мен 15 жұмыртқаны пайдаландым. Ағы мен сарысын осылай видеодағыдай бөліп аласыздар да, ағын бірінші миксердің көмегімен осылай 2 есе үлкейтіп аласыздар. Менде бұл жерде обычный миксер шамалы уақытта алады, дегенмен ісіңіз оңды болады. Осылай 2 есе көтеріліп, бетінде узор пайда болады. Міне өз-өзін ұстап тұрады. Соға дейін миксерлейсіздер. Өлшеп алынған қантымызды сала бастаймыз, яғни қантты 3-ке бөліп саласыздар. Бір салып алып, осылай араластырасыздар. Ол қанты еруі немесе көтерілуі шарт емес, тек қана біркелкі араластырсаңыздар болғаны. Сосын екінші жартысында солай салып араластырасыздар. Одан кейін үшінші рет полный барлығын салып, тағы да араластырасыздар. Міне осындай крем сияқты болады, өзі түріне мән беріңіздер. Крем сияқты бір келкі әдемі түске енетін болады. Одан кейін бөліп алған жұмыртқамыздың сарысын да дәл солай бөліп саласыздар. Барлығын бірге салмаңыздар, өйткені отырып қалуы мүмкін көтерілген жұмыртқамыз. Бұны да біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді ұнымызға разрыхлителімізді салып, ұнымыз міндетті түрде илектен өткізілуі керек. Осылай ұнды да бөліп саласыздар да. Араластырған кезде де осылай лопатаның көмегімен астынан жоғарыға қарай алып, видеодағыдай солай араластырасыздар. Яғни ұн салғаннан кейін миксерді пайдаланбайсыздар. Миксер пайдаланатын болсаңыздар, ол да отырғызып тастайды бисквитті. Астынан жоғарыға қарай осылай лопатаның көмегімен жаймен араластыратын боламыз. Комоктары кеткенше, яғни түйіршіктері кеткенше араластырасыздар. Біркелкі болғанша.
Енді дайындап қойған ыдысымызға дайындап қойған бисквит тестамызды құямыз, 3-ке бөліп тастаймыз. Ескерту, духовкамыз 15 минут бұрын қосылу тұру керек. Яғни өзінің градусында 180 градуста қызып тұрған болуы керек. Алдын ала қосып қоясыздар ғой. Ол да бисквиттің көтерілуіне әсер етеді. Бисквитті салғаннан кейін барып духовкаңызды одан кейін қосатын болсаңыз да, ол қызып болам дегенше бисквитіңіз отырып қалады, яғни көтерілуі қиын болып қалады. Сол үшін соған да мән беріңіздер. «180 градуста 35-40 минут пісіріп аласыздар. Менде бұл жерде үлкенімді қайтадан 2 кішкентайын алдым да, үлкенін қайтадан 10 минутқа салып алдым. Осылай үлкен спашканың көмегімен тексересіздер. Мен тексерген кезде мына 2 кішкентайы құрғақ болып шықты да, үлкені егер шала піскен болса, сол шпажкаға жабысып тұрады қамырлар. Түйшік болып. Демек, ол шала пісті деген сөз. Ондай жағдайда қайтадан духовкаға салып, градусын 160-қа түсіресіз да, 10-15 минутқа қойып пісіріп аласыз. Беті күйіп кетпеу керек. Міне мен 3-шін пісіріп алып алдым уже. Енді шешіп жатырмын. Шешкен кезде де қатты ыстықта шешуге болмайды. Кішкене суытып барып, сосын кольцодан шешіп алсаңыздар болады. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Қазақша YouTube каналдың дамуына үлес қосып, өз ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Осымен бисквиттің жасалу жолын көрсеттім. Енді ары қарай торттың қалай жасалу жолын және оған қандай крем қолданатынымызды және де торттың бетін қалай әрлейтінімізді көрсететін боламын. Ең алдымен бисквиттерімізді осылай әрқайсысын 3 бөлікке бөліп аламыз. Теңдей 3 бөлікке бөліп аласыздар да. Осындай подложкаларды бірінші дайындап аласыздар. Ең астыңғы подложка қалыңдау болған дұрыс, өйткені торттың барлық салмағы осы ең астыңғы подложкаға түскендіктен ол қалың болған дұрыс. Бірінші таяқшамыз өзі арнайы таяқша болады. 3 қабатты, 2 қабатты торттарға арналған таяқшалар болады. Ол кондитерлік магазиндерде сатылады. Сол таяқшаның көлемімен подложканың тура ортасын тесіп алып дайындап аласыздар. Одан кейін кольцомызды қойып, бисквитімізді осының ішіне жинап аламыз. Яғни тортымызды кольцоның ішіне жинап аламыз. Бұл жерде мендегі крем, сахарный пудра, творожный сыр және сливки. Сол үшеуін араластырып аласыздар да, жаға бересіздер. Қанша граммнан екен видеоның соңында видеоның астына жаза кетемін. Мына видеода байқасаңыздар, мен әр бисквиттің үстіне сироп жағып жатырмын. Мен үй жағдайында сүтке азғана сахар қосып, соны жағып жатырмын. Сонда тортымыз құрғақ болып қалмайды. Сүт болмаса, кәдімгі суға сахарымызды ерітіп, сахарный сироп жақсаңыздар да болады. Осылай ең бетіне кремімізді жұқа етіп жағып, оның бетіне осылай пленкамен орап, морозильникке салып қоясыздар. Бисквиттің де қалған бөліктерін тура бірінші қалай жасадық, солай бұларды да жинап аласыздар да морозильникке салып тастайсыздар. Енді сыртындағы кремін дайындайтын боламыз. 200 грамм сары майға, 82% сары майға 200 грамм сахарный пудра салып, осылай миксердің көмегімен мыжғылап аласыздар. Себебі бұл жерде маргарин, холодильникте тұрған маргарин болғандықтан қаттылау келеді.
Сол үшін шашырап кетпеу үшін алдымен миксерді қоспай тұрып басымен мыжып, одан кейін миксерді қосып біркелкі етіп араластырып аласыздар. Одан кейін творожный сырымызды қосып, бұл жерде мен 400 грамм творожный сыр салдым. Соны қосып, осылай крем дайындайтын боламыз. 2 есе үлкеймейді, бірақ 1 есе үлкеюі мүмкін. Крем дайын болғанда, міне мұқият қараңыздар, қасықты төмен қаратқан кезде крем жерге түспей тұр, яғни өз-өзін қасықта ұстап тұр. Демек, крем дұрыс. Кремді 2 бөлікке бөлдім, теңде 2 бөлікке бөлдім. Біреуіне краска қостым, көк краска, екіншісіне қосқан жоқпын. Яғни мен тортты 2 түспен шығарғым келді. Және осылай жасадым. Жиналып тұрған бисквиттерімізді алып, осылай кольцодан шешіп, кремімізді жағып қаптайтын боламыз. Әуелгі таяқшамен тағы да тортымызды тесесіздерді. Таяқшаны қайтадан шығарып аласыздар. Өйткені қай жерінде екенін біліп тұру үшін тес болғаннан кейін бетіне кремді жаға бересіздер. Ақ түс пен көк түсті араластырып, осылай жасауды жөн көрдім. Мұнда клиентіміз кремі аздау болған қалады, сол үшін кремді көп жаққан жоқпын. Екінші қатарын осылай артық қағазын қиып аласыздар да қайшының көмегімен. Оны да таяқшаның үстінен кигізіп, екінші қабат етіп орнатасыздар. Осылай үшінші қабатында таяқшаның көмегімен кесіп алып, оны да тура солай үстінен қойып шығамыз. Қалған кремімізді осылай тортымыздың барлық жеріне жағып аламыз. Мендегі мұндағы жазулар мастикадан жасалды. Көк пен ағын араластырып, осылай мастиканы арнайы қалыптарға салып, холодильникке 10 минут, 5-10 минут қойып, қайтадан алсаңыздар, осылай форма шығарып береді. Әсемдігі үшін тортымыздың әр қабатына осылай сливке жағып шықтым. Өзінің гүлді арнайы насадкасымен және де қалған ақ шоколадтарды осылай әртүрлі фигураларға салып безендірдім. Қартектес болсын деп кокосты осылай әр жерлеріне сүйіп шықтым, және де сахарный пудраны ең үстінен астына дейін сүйіп шықтым. Тортымыз ұнаған болса лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз, және де арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.